Ол бай отбасының үйіне байқатпай кіріп алып, ешкімге сездірмей өмір сүріп жүр. Үй иесі үйде бөтен біреудің жүргенін үнемі сезетін, бірақ артына қараған сайын әлгі адам орнын ауыстырып, білдікпей тамақтанып үлгереді. Тіпті үйдің ханымымен көз тиістіріп те қоятын. Ол елес секілді осылай жасырын жүру тәсілін түрмеде үйренген болатын. Тесук университет бітіргенімен ешқашан тұрақты жұмыс істемеген. Оның орнына күн сайын адамдардың үйлеріне жасырын кіріп, олардың тіс щеткасымен тісін жуып, жуынатын бөлмесінде душ қабылдайтын. Бір қызығы, ол осылайша жылдар бойы ешкімге ұсталмай өмір сүрді. Оның бос тұрған үйді анықтайтын ерекше әдісі бар. Ол мотоциклімен көшелерді аралап, үйлердің есіктеріне жарнамалық парақшалар жапсыратын. Егер 3 күн бойы парақша алынбаса, бұл үйде ешкім жоқ деген сөз. Содан кейін ол құлып ашатын құралдармен үйге кіріп, телефондағы дауыстық хабарламаларды тексереді. Сол арқылы үй иесінің қайда жүргенін және қашан оралатынын анықтайтын. Бәріне көз жеткізген соң үйде бірнеше күн жайбарақат өмір сүреді. Бірақ ол жай ғана тегін тамақтанып, үйді паналап кетпейді. Керісінше, үйді жинап, иелерінің кір киімдерін жуып, кетер алдында отбасымен бірге суретке де түсіп алатын. Осындай паразиттік өмір салты оған ерекше қанағат сезімін сыйлайтын. Бір күні Тесук әдеттегідей жаңа үйге жасырын кірді. Бірақ бұл жолы үй иесінің үйде болатынын ол күтпеген еді. Қыз бөтен адамның үйге кіргенін байқаса да, еш дыбыс шығармай, оның әр әрекетін үнсіз бақылай бастайды. Тесук ас үйде тамақ жасап, тамақтанып болған соң, оның кір киімдерін жуып жайып қойды. Осының бәрін көрген қыз, оның жаман адам емес екенін сезеді. Жігіт жуынатын бөлмедегі бұзылған таразыны байқап алғанда, бірден оны жөндеуге кірісті. Тек Тесук жатып демалғаннан кейін ғана қыз есікті ақырын ашады. Күтпеген жерден қозғалған есік Тесукты шошытып жіберді. Екеуінің көзі тиіскен сәтте сырттан қоңырау үні естіледі. Тесук қатты қорқып дереу кетіп қалмақ болды. Бірақ әйелдің кенеттен қатты айқайлағанын естігенде, артына бұрылып оның бетіндегі көгерген іздерді байқап қалды. Сонда Тесук оның күйеуі өте қатыгез адам екенін түсінеді. Алайда ол кезде әрі қарай ойлануға уақыт болмады. Тесук мотоцикліне мініп үйден алыстап кетеді. Бірақ әйелдің аянышты жанары оның ойынан кетпей қойды. Ақыры ол қайта оралуға шешім қабылдайды. Үйге қайтып келгенде бай еркектің телефонға кеш жауап берген үшін әйелін балағаттап, ұрып жатқанын көрді. Бұл көрініске Тесук шыдай алмайды. Ол бай адамды сыртқа шығару үшін әдейі шу шығарды да, гольф таяғын алып оны соққыға жықты. Әлгі адам жерге сұлап түскеннен кейін де Тесук кетуге асыққан жоқ. Керісінше, мотоциклінің қозғалтқышын әдейі қатты гүрілдетеді. Мұны естіген үй ханымы Сунва сыртқа шығып, Тесуктың мотоцикліне отырды. Осылайша Сунва оның үйсіз-күйсіз өміріне қосылады.